Сіз логикаңызды тексеріңіз. 6 достың жасын есептеп шығара аласың ба? Мәтінмен таныстыра өтейін. Айсұлу бүгін 16 жасқа толды. Ол туған күнін өзінің жақын достарымен атап өтуді жоспарлаған еді. Түстен кейін оған Аяулым, Нұрсұлтан, Берік, Арайлым және Данияр келді. Олар дөңгелек үстел басында отырып, естеліктер айтып, бір-бірімен қалжыңдаса бастады. Кенеттен сөз жастары туралы қозғалды. Аяулым, мен Даниярдан 4 жасқа үлкенмін, ал Берік менен 3 жасқа кіші деді. Нұрсұлтан, мен Арайлымнан 2 есе үлкенмін деді. Ал Арайлым, Данияр менің ағам, ол менен 5 жас үлкен деді. Айсұлу болса, мен қазір 16-дамын, ал біз алтауымыздың орташа жасымыз 18-де деді. Достар шапшаң есептеуге кірісті. Бұл есеп ойлау қабілеттерін тексеріп, бір-бірінің жасын нақты анықтауға себеп болды. Мәтін бойынша бірінші сұрақ. Аяулым неше жаста? Жауаптары 20, 21, 22, 23. Дұрыс жауапты тап. Мәтін бойынша екінші сұрақ. Берік пен Арайлымның жастарының қосындысы неге тең? Жауаптары 28, 30, 32, 34. Дұрыс жауапты тап. Мәтін бойынша үшінші сұрақ. Егер Айсұлу туған жылы қазақша жыл санауындағы алғашқы жылға сәйкес келсе, онда осы туған күні қазақ жыл санауындағы нешінші жануарға сәйкес келеді? Жауаптары 5, 7, 4, 1. Дұрыс жауапты тап. Мәтін бойынша төртінші сұрақ. Мәтіндегі Нұрсұлтанның сөзі қандай есепті құрылымды көрсетеді? Жауаптары: қарапайым арифметикалық теңдік, екінші пропорционалдық байланыс, үшінші логикалық қарсы қою, төртінші тікелей салыстыру. Дұрыс жауапты тап. Алдыңғы тақырып абыз бойынша абыз мәтінінде берілген сұрақтардың жауаптары. Бірінші сұрақтың дұрыс жауабы 7, екінші сұрақтың дұрыс жауабы 25, үшінші сұрақтың дұрыс жауабы себеп-салдар, төртінші сұрақтың дұрыс жауабы есептік. 6 достың жасын есептеп шығара аласың ба? Мәтінде берілген сұрақтар бойынша дұрыс жауабын тапсаңыз, төменге пікір жазып қалдырыңыз.